Зейнеткерлерге 55 мың теңгеден төлеу туралы жарлық шыққан ба? Желіде мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың барлық зейнеткерлерге 55 мың теңге төлеу туралы жарлыққа қол қойған туралы хабарлама тараған болатын. Бұл жалған ақпарат болып шықты. Төлемдер туралы мәтінде осы жылдың 1 мамырынан бастап ең төменгі күнкөріс деңгейі мен айлық есептік көрсеткіштің мөлшері өскендігі, соның салдарынан зейнетақы 55 мың теңгеге дейін көтерілетіні жазылған. Бұл бұрмаланған ақпарат. Айлық есептік көрсеткіш мөлшері Қазақстанда биыл 1 сәуірде артты. Қасым-Жомарт Тоқаевтың айлық есептік көрсеткішті ұлғайту туралы жаңа жарлыққа қол қойылған туралы ақпарат Қазақстан Республикасының президентінің ресми сайтында жоқ. Сондай-ақ бұл туралы ақпарат ресми бұқаралық ақпарат құралдарында да жарияланбаған. Зейнеткерлерге 55 мың теңге төлеу туралы жаңалықтар Қазақстан Республикасының еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің ресми сайтында да жоқ деп хабарлады.